Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге ерекше тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге өте қарапайым заттар қажет болады. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Артынша бөлме температурасындағы сары май мен тұзды салып, үстіне су қоямыз. Сосын барлығын араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Салмасы дайын болғанша жылы жерге алып қоямыз. Бетін жауып қойғандарыңыз абзал. Салмасына етті майдалап турап, үстіне болгар бұрышын, майдалап туралған пияз бен дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Мен дәмдеуіштерден тұз, паприка, зіре, қара бұрышты пайдаландым. Соңында үстіне өсімдік майын қосып араластырамыз. Иу қанған қамырды жаямыз. Қамырды жайып алған соң арасына ерітілген сары майды құямыз. Қамырға біркелкі етіп жағып шығамыз. Қалауларыңыз арасына ас көк себулеріңізге болады. Ас көкті майдалап тураған дұрыс. Қамырды самсаның қамыры секілді орап шығамыз. Арасында ауа қалмайтындай нығыздап ораймыз. Салқын жерге шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырды барынша бірдей 4 бөлікке бөлеміз. Дәл видеодағыдай зуала жасап жаюға кірісеміз. Зуалаларды орташа қалыңдықта жаямыз. Сосын пешке арналған листті алып, үстіне үлкен 4 кесені орналастырамыз. Алдын ала дайындап қойған салмамызды бәріне бірдей етіп салып шығамыз. Барлық кесеге сары май салуды ұмытпаймыз. Бұл тағамның сочный болып шығуына септігін тигізеді. Жайылған қамырды әр кесенің бетіне осылай кигізіп, жан-жағын ауа кірмейтіндей етіп жауып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт пен қара зере себеміз. 180-200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ыстық кесені абайлап ұстап дастарханға ұсынамыз. Ерекше тағаммен сіздер де жақындарыңызды қуантыңыздар. Келесі кездескенше ас болсын.